Бүгін мен сіздермен түрлі түсті тестодағы манты жасайтын боламын. Ол үшін бір тестоға, мысалға, көк пияз, укроп қосып бір тесто жасауға болады. Екіншісіне қызылшаның согынан, үшіншісі куркума. Міне осындай 3 түрлі тестоны елеп, иін қандырып қойдым. Фарштың үстіне пиязымды, картошкамды турап, керегінше тұз, бұрыш қостым. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Картошка көбірек қосқан себебім фарш майлы болды кішкене. Енді осының бәрін жасап біткенше иі қанып қалды. Жұқалап жаямыз. Тестоны жұп-жұқа қылып жаю керек. Мына қызылшаның согынан жасалған тесто. Қызыл болып тұрған. Қызылшаның согын шығару үшін қайнатпаймыз. Қайнатсақ светі кетіп қалады. Сондықтан оны блендердің көмегімен, блендер жоқ кезде мясорубканың көмегімен жасауға болады. Енді жасыл түсті жасау үшін шпинатты қолдансаңыздар болады. Шпинатты блендерден өткізіп согын аласыздар, немесе мясорубкадан. Осылай куркуманың қоса саласыздар. Ол негізі куркума цветін өзгертпейді екен. Прям сап-сары болып тұрады. Мына неден жасалған қып-қызыл қып міне осылай түйдім. Кішкене буда піскеннен кейін цветі ағарды кішкене. Розовый сияқты болып қалды. Ал куркумадан жасалған сары түсім сап-сары болып тұрды. Бұны да жұқалап жаямыз, жақсылап түйіп, міне осылай 3 түрлі тестодан жасасаңыздар болады. Осы тестомен пельмен түйуге де болады. Бұл балаларға өте қатты ұнайды. Түрлі түсті болған. Өзімізге ұнады. Жасап көріңіздер, рецепті сақтап алыңыздар. Каналыма жазыла кетіңіз. Тағы да неше түрлі рецепттер болады бұйыртса.